Саламатсыз ба, Әсел Мұхаммедқазиевна, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба, саламатсыздар ма, Ирем Шымкент инста парақшасының оқырмандары. Көңіл күйіміз жақсы, күннің бұндай бұлтты, жаңбырлы болып тұрғанына қарамастан, бәрі жақсы. Әсел Мұхаммедқазиевна, эко квотасы қалай алуға болады және кім ала алады экоға квотаны? Айта кететін болса, биыл жыл басталғалы бізде қайтарым мемлекет тарапынан осы жалпы ешқандай социалдық бағдарламалар тоқтаған жоқ, әлі де жалғасын табуда. Соның бірі осы 2022 жылға бөлінген 7000 квота аңсаған сәби бағдарламасы бойынша қайтарым осы биылғы жыл жалғасын табуда. Енді айта кететін жағдай, квоталар бөлінді, портал жалпы мемлекет бойынша ашылды, енді бізде іріктеу жүргізіліп жатыр. Іріктеу бойынша кім өте алады және де кім үміткер болады, бізде жиі қойылатын сұрақтардың бірі. 42 жасқа дейін, 42 жасты қосқан кездегі әйел адамдар және де соматикалық дені сау, барлық гормоналды көрсеткіштері репродуктивті жасқа сәйкес келетін және де жолдасының спермограмма көрсеткіші қалыпты ерлі зайыптылар осы талапқа сәйкес ерлі зайыптылар үміткер болады. Және де біз қанша күннен бері осы біздің инста парақшада көрсетіп жатырмыз. Оған қойылатын талаптар деп айтып жатырмыз ғой. Ерлер бедеулік жағынан қойылатын талаптар және де әйелдер бедеулік жағынан қойылатын талаптар. Осы талаптарға сәйкес біз осы отбор жасаймыз, іріктейміз. Әсел Мұхаммедқазиевна, сіздердің орталықтан қорытындылайтын протоколды қалай алуға болады және қашан алуға болады? Біздің жалпы осы ИРМ орталығынан қорытындылау протокол дейді ғой, жалпы сіз фотомен программа эко өте аласыз деген қорытынды протокол алуға болады. Міне мынандай протоколдар беріледі біздің орталықтан. Бұл протоколда жалпы не көрсетілген дейді ғой, бұл протоколда барлық құжаттық мәліметтер сол емделуші құжаттық мәліметтері бірінші және де себебі көрсетіледі және де тұрғылықты жері қай жақтан бізге квота алып келетіні. Ол не деген сөз? Жалпы мысалы бұл квотаға іліне алады біздің осы қаладан, Шымкент қаласынан, облыстан және де сіз басқа өзге қаладан болатын болсаңыз, сіз үміткер бола аласыз және де өзіңіздің заявка дейді ғой, заявкаңызды тастай аласыз біздің орталыққа. Екі жолмен, бірінші сіз бізге жалпы приемға, кеңеске келуіңіз қажет болады. Кеңеске келіңіз деп осы қалада тұрсаңыз, осы жақын жерде облыста тұрсаңыз, не себептен? Өйткені осындай это приемға болғанға не жетсін? Өйткені біз пациентпен сөйлесеміз, анамнезін жинаймыз, өзіміз қараймыз, барлық керекті анализдерін қараймыз, қабылдаймыз және де емделушіде қосымша сұрақтар болса, оның барлығы приемда түсіндіріледі. Және де осы уақытта осы емделуші мен дәрігердің арасында қандай да бір мысалы айтады байланыс туындайды, бір сенімдік пайда болады десек болады. Ал егер сіз басқа қаладан болсаңыз, алыстан келе алмаймын қайта мысалы жол алыс немесе тағы да басқа себептер болатын болса, әрине сіз біздің орталыққа онлайн заявка дейді ғой, сондай тапсырыс тастай аласыз. Оны біздің арнайы бізде менеджерлар бар, барлық сіздің заявкаларыңызды қарастырады. Заявка қандай қалыпта болу керек? Міне мынандай жаңағы жалпы өзіңіздің анамнезіңізді, қандай да бір қағазға жазылған анамнезіңізді, сізде бұрын сонды жүктілік болды ма, болса қалай аяқталды, тудыңыз ба, операция болды ма, және де не себептен жалпы сізде бедеулік деген диагноз қойылып жатқаны, бұрын соңды дәрігерге қаралсаңыз, осындай бір қағазға жазса, біріншіден, екіншіден гормоналды көрсеткіштеріңізді соның ішіне міне қоссаңыз, міне былай осындай қағаз бар, одан кейін күйеуіңіздің спермограмма көрсеткіші міндетті түрде, оны да сіздер қоссаңыздар міндетті түрде, оны да мен сізге қазір көрсетіп аламын, міне қағаз жүзінде документ. Және де бұрын соңды сізде жүктілік болмаса, немесе жүктілік болып түсік тастаған жағдай болатын болса, үйде баланс болмаса, міндетті түрде 46 хромосоманы кариотип тапсырғаныңыз жөн. Неге осы барлық анамнезді және де үстіп қағазға жинап жіберген жағдайда біз пациентті көрмесек те
хотя бы қолымызда қандай да бір мәлімет болады сіз жайлы. Сізге квотаны одобрение, жалпы рұқсат беруіңіз үшін. Егер де сізде өкінішке орай, мысалы, гормондарыңыз бар, күйеуіңіз спермограммасын жібермеді, ұмытып кеттіңіз, немесе операциядан выписка жібермедім, ұмытып кеттім дейтін болсаңыздар, сіздер өз уақыттарыңызды құртасыздар. Не себептен біз ондай заявканы қарастырмаймыз өкінішке орай. Қайтадан бұл заявканы өздеріңізге қайтарып жібереміз, немесе біздің менеджерлар қайтадан сіздерге хабарласуға тура келеді. Соған байланысты квотаны алу, кезекке тұру, бұның барлығы сізде уақыт алады. Сіздерден барлықтарыңыздың сұрайтыныңыз қайтадан айтып кетеміз. Бұндай қағаз, бұндай заявка тастаған кезде барлығы толығымен мәліметтер берілген, барлық анализдер толығымен түгел болғаны жақсы. Сізге де ыңғайлы, және де бізге де ыңғайлы. Ешқандай қосымша сұрақтар болмайды. Ал жалпы бұндай протокол біз сіздерге бергеннен кейін, міне мынандай кішкентай қағаз протокол направление береміз, және осындай протокол. Осы протоколды онлайн заявка берген пациенттерге біз де дәл солай факс арқылы жібереміз, немесе суретке түсіріп барлық дәрігерлердің печаттарымен біз сіздерге жібереміз. Осыны сіз тұрғылықты жердегі өзіңіздің емханаңызға барасыз, немесе денсаулық сақтау департаменті кім сізге қарасты, облыстық па, райондық па, сол дәрігерлерге апарып өз кезегіңізді күтесіз, немесе квотаңыз жақындаған кезде барлық анализдер тізімін тұрғылықты жердегі дәрігерлер сіздерге береді, немесе біздің IRM-KZ парақшасынан аласыз, немесе сізге кім квотадан рұқсат берді, сол дәрігерден тізімін алып дайындықты бастайсыздар. Еске сала кететін жағдай, етеккірдің екінші күнінен бастап сіз біздің орталықта болуыңыз керек, толықтай программа ЭКО өту үшін. Келесі сұрақтарыңыз? Әсел Мұхаммедқазиевна, клиниканы өзіміз таңдай аламыз ба? Клиниканы жалпы өздеріңіз таңдай аласыз, бұл сіздердің өз еркілеріңіз. Қай клиникада, қай дәрігерде, қай қалада өтем десеңіздер. Бұны сіз тек қана өзіңіз тұрғылықты жердегі дәрігеріңізге айтасыз, және де сол қай клиникадан өтем дейсіз, сол клиникадан сіз жаңағы айтқандай мынандай протокол алуыңыз қажет. Ол біздің печать болған жағдайда, біздің клиниканың аты болса, сіз сол клиникаға уже ЭКО бағдарламасын өтуге келесіздер. Өзіміздің кезегімізді қалай және қай жерде анықтай аламыз? Кезегіңізді біз сізге кезекке қоймаймыз, біз сіздерге кезекті анықтамаймыз. Бұны қайтадан айтамын, тұрғылықты жердегі өзіңіздің емханаңызда сіздерде кезектеріңіз реттеледі, кезекке қоясыздар, және де өздері хабарласып айтады, сіздің кезегіңіз жақындады дейді, немесе қай кезекте тұрғаныңызды, және де ең дұрысы әрине өз кезегіңізді өздеріңіз реттеп хабарласып тұрсаңыздар. Және де қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, біздің орталықтағы дәрігерлерден, репродуктолог дәрігерлерден қандай да бір құжат алған болсаңыз, немесе протокол, хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, дәрігерге шығыңыздар. Ертең бізге келген жағдайда анализдердің жеткіліксіздігі, немесе қандай да бір құжаттарыңызды ұмытып кетпейтіндей. Рахмет, сұрақтарымыз бітті. Өзіңіздің қосатын басқа тілектеріңіз бар болса? Енді өз атымыздан айтатын болсақ, бағынан бері бізге жиі қойылатын сұрақтарға толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Тағы да ескертетін жағдай, міне кешелі бері бізге онлайн тапсырыстар келіп жатыр протокол алуға. Бір айтатын жағдай, көбісінің құжаттары жеткіліксіз, анализдері жеткіліксіз. Өкінішке орай сол себептен біз сіздерге қазіргі жағдайда бере алмаймыз рұқсат. Өтініш, қағаздарыңызды реттеңіздер, артық анализдер біз сіздерден сұрамаймыз, тек қана керек анализдердің тізімін біз қайтадан біздің парақшада ілеміз, шығарамыз. Солардың барлығы толық болған жағдайда ғана біз сізге рұқсат беріп, онлайн тапсырыстарыңызды қайтаран, обратная связьді қайтаран сізге протокол жібереміз. Басқа қосарым жоқ, осы жылда әрине күтетін бәріміздің жақсы жаңалықтарымыз болсын, оның нәтиже көрейік, және де тек қана жақсылықта, амандықта кездесейік.